Сәлеметсіздер ме, көрермендерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеомды бүгін бастамас бұрын мен сіздерге рахметімді айтқым келіп отыр. Менің каналымда бірталай подписчиктер жиналып қалыпты. Рахмет сіздерге. Біршама просмотрлар болыпты. Осы кейінгі видеоларында сіздерге сол рахметімді айтқым келеді. Енді бүгінгі біздің видеомыз осы декабрист гүлі туралы болмақ. Өткен мен бір видеомда менің бір көрерменім жазыпты. Мен орын қозғап едім. Декабристің бүткіл шығайын деп тұрған гүлдерінің барлығы түсіп қалды. Ол неліктен деп. Мен сол сіздерге осы декабристің гүлдері не үшін түседі, соны бүгін айтқым келіп отыр. Біз декабрист гүлдемес бұрын бұл декабристі біз салқын терезеге қоюымыз керек. Сосын бұған стресс жасатуымыз керек. Салқын жерге қойып, жапырақтарын терезеге жақындатып, салқын терезеге жақындатып қойып, стресс жасасақ, бұл гүлдей бастайды. Енді гүлдей бастағаннан кейін, өзінің бутонын аша бастағаннан кейін, бұған не істемеу керекпіз? Біз бұл декабрист гүлін бір орыннан бір орынға ауыстырмауымыз керек. Егер де декабристі біз бір орыннан бір орынға ауыстыратын болсақ, ол бірден өзінің бутондарын тастай бастайды, гүл шығармайды. Сондықтан да ең бірінші айтатыным, декабрист гүлдеп бутон аша бастағанда ешқандай оны орнынан қозғамаңыздар. Тіпті бұл декабристі сол тұрған орыннан 1 сантиметр болса да оны горшогын айналдырып, я болмаса ысыруға болмайды. Ол кезде ол стресс алып, бірден гүлдерінің барлығын тастап гүл ашпайтын болады. Сөйтіп жап-жасыл болып тұра беретін болады. Негізі бұл декабрист, біз айтып жатамыз ғой, барлық гүлдер қыстан, күзден бастап қыс мезгілдерінде демалады, гүлдемейді деп. Ал біздің декабрисіміз ол күзгі күн салқындағаннан бастап өзінің бутонын салып, қыстың күні гүлдей бастайды. Сондықтан да естеріңізде болсын, декабристі ешқандай орыннан қозғаушы болмаңыздар. Сол ең бірінші біздің қателіктеріміз, орыннан қозғайтынымыз. Сосын шамалы бутондағанша құрғатып, су құймай стресске түсіру керек. Бутон аша бастағаннан су құйып, для цветущих растений деген гүлін жақсы шығару үшін, ұзақ гүлдеп тұру үшін, для цветущих растений деген тыңайтқыш беруіміз керек. Сол кезде сіздің гүлдеріңіз жақсы өсетін, жақсы гүлдейтін болады. Егер де сіздер осы менің кеңесімді дұрыс орындасаңыздар, сіздің декабристеріңіз де жақсы гүлдеп, өзінің әдемі гүлдерімен сіздерді қуантатын болады. Менің кеңесім сіздерге пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркеліп отырыңыздар. Колокольчик белгісін басып қойсаңыздар, менің келесі видеом сіздерге уведомление болып барып тұрады. Сіздермен болған бақыт, сау саламатта болыңыздар.